Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге бүгін воздержание туралы айтатын болам. Воздержание туралы көп айтпай кеттім. Енді воздержание туралы наконец-то темаға көштім. Сіздерге енді түсіндіріп кетейін, қалай дұрыс ұстау керек. Өйткені мен подписчиктерім инстаграмға жазып жатыр, что менде срыв болды, 3-4 күн жасаймын, қайтадан срыв болып кете береді деп. Бұндай жағдайда сіздерге айтады ғой, мысалы, воздержаниесіз болу үшін, ол воздержание не үшін ұстап жүргенді түсіну керексің да. Просто так немқұрайлы қарамау керек. Воздержание сенен ұстап жүрген адамдар болса, олар немқұрайлы қарауы мүмкін да воздержаниеға. Оған серьезно қарау керек. Мен осындай істі тастаймын деп өз-өзіне уәде беріп, ол уәде бергеннен ешқандай пайда жоқ та. Егер ішінен түсінбесе сол нәрсені, іштей түсінсе, оны тастай алады. Сіздерге тағы айтатын, мысалы, воздержание ұстап жүрген адамдар енді 1 ай, 2 ай воздержание ұстап жүрген адамдар, немесе енді 1-2 күн, 3 күн, 3-4 күн ұстап жүрген адамдарға айтарым, ешқашан нагрузка бермеңдер. Стройкаға барып, қатты жұмысты жасап, азаннан кешке дейін өйтіп қатты өздерін қинамаңдар. Тренировка жасасаңдар, қатты көп жасамаңдар. Өйткені сіздер енді восстановление болып жатқаннан кейін сіздерге көп қимылдау болмайды. Мысалы, көп андай былай айтқанда ауыр нәрселер көтеріп, адамды өз-өзіңді шаршатып былай айтқанда. Ондай кезде келесі күні бізде полюция дегеніміз, мысалы, біз ұйықтап жатқан кезде сперма ағып кетуі мүмкін, сондай жағдай туындауы мүмкін. Немесе келесі күні бізде возбуждение болуы мүмкін, яғни адамның қозуы жиі бола бастайды. Сондықтан адам өз-өзін қинамаған дұрыс болады. Егер де мысалы біз уже 4 ай, 5 ай воздержание ұстап жүрсек, бізге уже шамалы нагрузка бере болады да. Мысалы, далаға шығып жүгіре беріп, там өзінің ұнайтын ісімен айналысып. Ал до этого, мысалы, воздержаниеға жетпей тұрып, сол 3-4 айға ешқашан қинамаңдар, организмді олай қинауған дұрыс емес. Менің бірінші қателігім, бұрын мен воздержание ұстап жүрген кезде мен жаңағыдай качалкаға баратынмын. Өз-өзімді қинап, аяқты да істейтінмін, қолды да барлығын бір күнде істей беретінмін. Сол кезде менде келесі күні полюция немесе андай срыв сияқты нәрсе болатын да. Сондықтан енді воздержание ұстап жүрген адамдарға айтарым, ондай нагрузка бермеңдер. Жай ғана өздерің ұнайтын істермен айналысыңдар, бірақ андай көп нагрузка салып, ауыр нәрсе көтеріп, олай дұрыс емес. Мен сендерге өзімнің советімді айтайын. Алла қаласа жетіп алыңдар 4-5 айға, одан кейін өздерін нагрузканы бересіңдер. Сондықтан асықпаңдар оғанда. Және де тағы да срыв жасап қойып жатқан адамдарға, яғни істеп қойып жатқан адамдарға айтарым. Ондай кезде адам сабырлы болмайды ғой, өйткені істеп қойғаннан кейін өкінесің, неге істедім мен, не үшін істедім деп мысалы да. Бірақ сен сол істейін деп отқан кезде соны ойланбайсың да. Қазір істей салам, ештеме болмайды, маған ештеме өзгеріс болмайды по-любому. Бір-ақ рет істеймін, келесі жолы точно істемеймін деп өзіңе уәде бересің да. Бірақ соны істеп қойғаннан кейін уже не үшін істедім, неге істедім деп сөйтіп өз-өзіңе сұрақ қоясың кәдімгідей. Сосын, мысалы, біз қосып тұрған кезде, мысалы, туалетке кіріп кетеміз, андай істегіміз келіп тұрады, андай қызбен істегім келіп тұрады. Сондай кезде біз қосып тұрамыз да, бірақ істеп болғаннан кейін бізде каким-то образом желание кетіп қалады, сол нәрсеге қарағың келмей қалады, уже отвращение болып қалады, не үшін істедім деп өзіне сұрақ қоясың. Ол не? Міне, бірінші ұмытпаңдар, ол шайтанның азғыруы. Көрдіңдер ме? Сен істемей тұрып, қатты қозып тұрсың, что любой қызбен істегің келіп тұр. Ал істеп болғаннан кейін, все, бітті, ондай желание жоқ та уже. Не үшін істедім, неге істедім деп өзіне сұрақ қоясың да, оның барлығын көріп тұрсың ба? Шайтанның азғыруы. Сондықтан шайтанның азғыруына алданып қалмайық. Жаңағыдай істеп тұрған кезде, мысалы, істегің келіп тұрған кезде, Аллаға еске алған дұрыс болады. Өйткені шайтан ол сені түртіп тұр да, соны істесін деп. Шайтанға ол жақсы ше. Егер де сен мысалы срываться етесің ғой, жасап қоясың ғой сол істе, келесі күні шаршайсың, салбырайсың, уже ештемеге желание болмайды. Ал шайтан сенің уақытыңды бос құртқанын қалайды да, сен уақытың бос кеткенін қалайды да. Және де сен мысалы анонист адамдар айтатын, істеп жүрген адамдар, олар не болады да, шайтанның кәдімгідей құлы болып қалады да. Өйткені анонизммен істеп жүрген адамдар уже расслабление, ешкімді тыңдағысы келмейді, шаршап қалады да кәдімгідей. Сосын уже шайтан оны түртеді ғой, все, шайтан артынан кетіп қалады да ол. Ал бізге шайтан жаңағыдай азғырмау үшін Аллах тағаланы еске алғандар. Сондай кезде Аллах тағаланы еске алыңдар. Намаз оқитын адамдар болса, нәпіл намаздарын оқыңдар, Құран оқыңдар. Құран оққан дұрыс болады сендерге. Сондықтан шайтаннан, енді Рамазан айы бітті қазір, шайтандар келіп жатыр, сендерді түртуі мүмкін да, давай істе деп. Бірақ сен сондай кезде сендер істеп қоймау керексіңдер. Сондықтан жиі Құран, зікір айтып тұрыңдар, ауыздарын бос қалмасын ондай кезде да, істеген келіп тұрған кезде. Сол шайтанның азғыруы ғой барлығы. Сендер жаман болсын деп
мысалы сендер воздержание ұстасаңдар еріншек болмайсыңдар, энергия болады, всегда бір іспен айналысқыларың келеді. Мен шынымды айтайын сендерге, воздержание ұстап бастағаннан кейін мен уже ойлана бастадым өмір туралы. Неге бұл дүниеге келдім, мен не істеймін, ертең болашақта не болады, не істеп жүрмін, кәдімгідей өз-өзіме кәдімгі сұрақ қоя бастадым да, өмірімді өзгерте бастадым воздержанияның арқасында. И уақыты келе Аллах тағала маған иман берді да. Мен уже Аллаға жақындай бастадым, уақыт өте келе. Бірақ анонист кезінде мен ораза деген сөздің о әріпін білмеймін ғой, дата ғой. Вообще дінге жақын емеспін ше, ол не нәрсе екенін вообще білмеймін да, не істеп жүргенімді білмеймін. И потом воздержание ұстай бастасам, өз-өзімді жинап, четко өзіме план құрып, цель құрып, осы YouTube каналды ашып, спортпен айналыса бастадым. Енді сендерге өзімнің советім, енді воздержание ұстап жүрген бауырларымызға, шынымен немқұрайлы қарамаңдар оған. Істегің келіп тұр ма? Ойлан, сені шайтан азғырып жатыр. Тураға шайтан азғырып жатыр да, сен ана көріп жатсың, көздің астын істеп жатсың, күнә жасап жатсың да. Ол шайтан сені азғырып жатыр. Сондықтан шайтанның құлы болмайық, тек қана Алланың құлы болайық. Мына дүниеде бір мақсатқа жеткілеріміз келсе, бізге обязательно энергия керек. Ал энергияны біз қайдан аламыз? Вот, энергияны қайдан аламын? Өзіне сұрақ қойшы, энергияны не үшін қайдан аламын мен деп. Энергия шаршап жүрмін ше, мысалы, анонизммен айналысып жүргенде шаршайды ғой, мысалы. Ол энергияны қайдан алады, айтшы? Просто ойланып көрші. Анау істі таста, анонизмді. Потом саған энергия келеді. Ал энергия келсе, дофамин, серотонин барлығы келеді. Дофамин не екенін білмей жатсаңыздар, дофамин деген ол любой адамда гормон болады сондай. Мысалы, кейде бола ма сендерде желание ашылады ше, мысалы, бір нәрсеге ашылады желание, сосын істегің келіп кетеді да, бір кейде істегің келмей қалады да сол нәрсені. Бір кезде резко желание ашылып кетеді ше. Оның барлығы нәрсе, ол дофаминнен. Дофамин болмаса адамда ештемеге желание болмайды. Сондықтан дофамин болу үшін бізге воздержаниені ұстау керек. Сондықтан достар, видео ұнады деген ойдамын. Сендерге толық түсіндірдім деп ойлаймын. Немесе келесі видеода не туралы түсіндіргенімді қаласаңыздар, осы YouTube-ның астына комментарияға жазып кетіңіздер, арнаға тіркеліңіздер, 300 подписчикке дейін жеткізіп тастайық. Лайк басыңдар, комментария жазыңдар, аман сау болыңдар.